оқушылар, қош келіпсіздер. Бүгінгі 3-ші сабақты бастайық. Жаңа тақырып әруақ жайлы мағлұмат және оған жалғану туралы бүгін сабақ болады. Оған дейін өткен сабақтағы киім және оның киім ғылымы туралы сабақты сәл толықтырып жібереміз. Және өзіміздің қазақ дәстүрі бойынша Маруан тәтеміз ары қарай жалғастырып киім туралы сабақты бітіреді. Ал енді ары қарай біз өткен сабақта қандай киімдерге талдау жасадық және оны толықтырамыз. Орамал дегенде орамал, мал қандай мал екенін біз түсіндірдік. Мал дегенде қорада дүниелік жағынан алған кезде қорадағы мал мен цехтегі, қалтамыздағы ақша дүние, малдың ішіне түйе, ешкі, қой, жылқы, солардың бәрі жатады екен. Ал ішкі дүниеміздің малы, ол қандай мал? Бірінші болып ол біздің жанымыз. Сосын барып ұят, ар, ождан, сосын қасиеттің түрлері. Қасиетке қандай қасиеттер кіреді? Ол әділетті болу, шыншыл болу, ақиқатқа сену, алға қойған мақсатына жетісу. Солардың барлығы рухани, ішкі дүниеміздің жаңағы ақыл, парасат және даналық, данышпандық, бұлар ішкі дүниеміздің рухани малға жатады екен. Байлықтың түрі екен. Қараңыз, енді дүниелік мал, қорадағы малды біз қалай күтім жасаймыз? Қысы жазын жайлауға жібереміз, оларды сауамыз, жағдайын жасаймыз, шөбін дайындаймыз, жемін дайындаймыз, суын уақытында береміз. Бәр нәрсені уақытымен ешқашан ол қараусыз қалмау керек. Егер қараусыз қалып қойса, ол мал өліп қалады, обалы бар. Ал енді біздің жан дүниемізде рухани байлығымызға да сондай күтім керек екен. Барлық нәрсені өз уақытымен орындап, оны сақтап, оның қуаттандырып, оған жем шөп салғандай, оғанда қысқаша айтқанда күтім керек екен. Күтім берілгенде орамал дегенде ора, шүберекпен, матамен орап тастау керек екен. Жанды және рухани байлығымызды тек қана матамен ғана орап сақтап, әр қарай өркендете алады екенбіз, өсіре аламыз, дамыта алады екенбіз. Енді әр қарай мен барлық жақсылықтың әрбір ғылыми заттың ғылыми түсінігін түс арқылы мен білемін. Мысалға, жаңа өткен сабақта Сарқытжан апа бір айтып кетті, мал жаның аман ба? Мал жаны аман ба? Сондағы жанды орамалымызбен, жабық киімдерімізбен орап тастауымыз керек екен. Орап жүрсек, қана жан, денеге жан оралып, және біз тірі саналады екенбіз. Ал басымызда, денемізде, ешқай жерімізде киім болмай, ашық-шашық жүрсек, жанымыз денемізді тәрк етеді екен дағыны, дене тірі өлік болып саналады екен. Анау манекен сияқты және зомби сияқты өмір сүреді екенбіз. Ал жанымызды, рухани малымызды орап тастасақ, ол нәтижесі үлкен екен. Және көп адам ойлайды, мен ақылдымын, ашық-шашық жүріп, мен бастықпын, мен мемлекетті басқарып жатырмын, мен министрмін, мен жаңағы президентпін, мен мемлекетті, бүкіл мысалы мектепті және балабақшаны басқарып жүрген бастықпын. Ал егер оның жабық киімі болмаса, қаншалықты ақылды бол, қаншалықты бай дәулетті бол, ол Құдайдың алдында ешқандай дәрежеге ие бола алмайды екен. Барлық өміріңде, істеген ісіңде, қаншам адамға істеген жақсылығыңда бәрі зая болады екен. Барлық нәрсе киімге тіреліп қалады екен. Және енді киім туралы тағы бір, жан туралы тағы бір
мағлұмат бере кетейін. Түс арқылы маған көрсеткенде, мен сол Айнұр қызымыз маған көрші болып тұрды. Сол көршім маған WhatsApp арқылы күнеге нелерді айтады, үгіттеу, насихаттау жұмыстарын жүргізіп отырды. Мен әні кием, міні кием, Құдайдың құттығын әйтеуір бірдеңкені қосып отырдым. Бірақ ішкі дүнием қарсы. Неге? Менің сайтаным өсіп кетті, менің қарсылығым өсіп кетті. Құдайдың нығметтерін мүлдем түсінбей жүрдім. Бір күні түс көрсетті. Түсімде қарасам, бір үлкен ғимарат менің үйім екен. Дарваза, есігі үлкен дарваза екен. Бүкіл жер қиранды, қап-қара, қиранды. Дуалдардың бәрі түсіп қалған, іш толы қоқыс, сыртының бәрі қоқыс, пышт болып жатыр. Ал менің қасыма өзім сияқты бір әйел, шалбар киіп алған, жеңі қысқа, шаш қырқылған, үсті деген қап-қара кір, арақ ішіп алған, жаңағы бір нелер бар ғой, бомж десем жақсы түсінесіздер. Бомжға айланып кеткен әйел кісі мен қасыма еріп алыпты. Қайда барсам менің қасымнан қалмайды. Кішкене жүреді, отырып алады, шаршап. Кішкене жүреді, отырып алады. Бұл не бұл? Сосын Айнұр қызымызға жаз жердім. Мен осындай түс көрдім. Ол кісіге әрине ғылым есігі ашылған, бүкіл ғылымды түсініп, бірден маған жауабын бере қойды. Сөйтсем, ол қасыма еріп жүрген ол менің жаным екен. Менің жан серігім. Ашық-шашық жүріп, кез келген жерден дәретсіз пісірілген тамақты жеп, ресторандарда, кафелерде білген ісімді істеп, қалаған жерге барып, қалаған ісімді істеп, аузымнан мынандай қарғыс сөздер, боқтық сөздер шығарып, шашым жайып алып, түрлі әсемдеп, беттерімді бояп, сондай істеріммен жаңағы менің жанымды сондай қорлап қойыппын. Ал ана ғимарат менің жанымның тұрайтын сарай екен, ол менің денем екен. Сондай жаман халге түсіргенім соншалық, сосын өзіме сеп бердім. Жоқ, мен жанымды ондай дәрежеге түсірмеймін, мен киінемін деп, сол күннен бастап, сол мағлұматты алдым ба, ғылыми түсінігін алдым ба, тылсымдықтардың көзімен Құдайдың алдында менің ішкі дүнием мен сыртқы дүнием қандай көріністе болатынын мен түсіне қойдым дағыны. Аллаға сыйындым. Алла, сенің берген аманатың жанды мен бұлай қорлап қоймаймын. Мен оны жоғары дәрежеге көтеруім керекпін деп мен киініп алдым. Айнұр қызымыз маған не айтады? Бәрін орындайтын болдым. Онда да орындағанда да 2 жыл киініппін. Ең соңғы нүктені мен Тоқберген ағаға қамшыға алуға рұқсат түскен кезде, ордаға рұқсат түскен кезде, қана мен ең соңғы шапан, ол кезде шапан кимейтін, шапан киесіңдер, аяқтарға мәсі киесіңдер, бұл кезде оны айтылған жоқ еді. Шапанды мәсін киіп мен толықтырдым. Сөйтіп, соларды істеп бітіргеннен кейін мен тағы түс көрдім. Түсімде қасыма бір сұлу қыз еріп алыпты. Шашы 2-ге өріп алған, мынандай кішкене ғана камзолы бар, бүрме көйлек, бүрме етегі, бірнеше желбезегі бар, етекті көйлек киіп алған қазақ қыз еріп алыпты. Өте сұлу, аппақ, сары аппақ. Тағы жаз жерді Айнұр қызымызға жорып берді. Қалай? Ол сенің жаныңның сондай тазаланып, жағдай қазақ нәсілі болып, енді сондай дәрежеге жеткен, сондай қалыпқа түскені. Көрдіңіздер ме, қандай киімде тұр екен, барлық нәрсе киімде. Сосын әрі қарай енді жанның сондай киімдермен, шүберектермен денеміз орап тастасақ қана жан денеде сондай әдем қалыпқа түседі екен. Ал енді орамал малмен, малдың тағы бір сөзі, бірімізге ұрысқанда, біреуден көңіл қалғанда, біреудің жаман қылығын көргенде мал деп ұрсамыз. Мал екенсің ғой. Қараңыз қандай жиіркенішті қылып айтып жатырмыз. Ол ондайда ішкі дүниеміздің жаман қылықтарымен, жаман қасиетімізді қасиетке айланған өте жаман қылықтарымен біз малымызды төмендетіп жібергенбіз. Мал екенсің ғой. Қараңыз қалай, жаман естіледі. Ал бауырмал дегенде бауыр деген ішкі мүшеміздің
бір мүше, ең жақын бізге тұрғаны бауыр және мал. Малыңды жақсылап тұрып, мінезіңді, ар-ұятың сақтай отырып, мейірімділікті меңгере отырып, сен бауырмал боласың. Мысалы, кішкентай баладан үлкен әжеге дейін сен жылы сөйлеш, қалай ол сенің ішкі дүниең кіріп кетеді. Бүкіл сырын ашады, жылап алады, қуанады, бүкіл жағдайын саған айтып отыратын болады. Қуаныштарымен сенімен бөлісіп отырсын. Ал егер біз бауырмал болмай, қатыгез болсақ, ұрысқақ болсақ, аузымыздан тек қана жаман сөз шығып, жан-жаққа уымыз шашып отырсақ, не болады? Бізден халық қашады, адамдар қашады, өзіміздің туған баламыз қашады, сүйген жарымыз да қашады. Бұл да бауырмалдылық, малды жөндеу, ретке келтіру екен. Ал жаулық дегенде жау, лық толы жаудан қорған болатын біздің жаулығымыз екен, орамалымыз. Сосын ерлерге айтылған тақия, бөрік, оған қоса тымақ сөз, тымақ деген бас киім қалып кетіпті. Тымақ дегенде тым ақ. Менің көз көрген аталарым қысы жазын басынан құлақшын тастамайтын, сенесіздер ме? Кім көрді мысалға? Атасының басынан құлақшын тастамаған. Қысы жазын, әсіресе шопандар, ат баққандар, түйе баққандар, қой баққандар басынан құлақшын тастамайды. Құлағы мына түсіп тұрады, арқасынан түсіп тұрады. Қасқырдың, түлкінің, сондай. Сондағы тымақ дегеннің мағынасы тым ағарады екен. Не ағарады? Басымыз ағарады екен. Бас қатты ағарған кезде ақыл, қырағылық, байқампаздық, сезгіштік қабілеттер өседі екен. Басты қатты қалыңдатудың арқасында. Түсіндіңіздер ме? Ал енді бөрік туралы, бөрі, қасқыр туралы мен өткенде сіздерге не бердім, тапсырма бердім. Қасқырдың тағы қандай қасиет қабілеттері бар? Кім айта алады? Басқарушылық. Басына бөрік кигенде басқарушылық. Орыстар айтады лидерский качество. Басқарушылық артады. Артынан адам ерте алады. Өзгеге сөзін өткізе алады. Сөзінде қуат пайда болады. Қараңыз қаншама бөрінің мысалға, және жауына кек сақтағанда Құдай оны кегін қайтарып береді екен. Соншалықты несі, дәрежесі соншалықты жақсылығы қаншама. Басын бөріктеген әйел болсын, қыз болсын, шал болсын, жас жігіт болсын, басын бөріктеді ма, ол адамның сондай қабілеті де ашылады, және Құдайдан келетін жақсылығы да өседі екен. Сосын жең туралы мәлімет бердік. Жең туралы. Әрдайым жеңісте жүресің. Дұшпаныңды жеңесің. Сынақ келді ма, сынақты жеңесің. Қандай да бір қиындық келді ма, қиындықты жеңесің. Қандай да бір сайысқа түстің ба, сайыстан жеңіп шығасың. Ол үшін жем болу керек. Сосын тағы бір мағлұмат. Оны бір жағынан Айнұр қыз айтқанымен, екінші жағынан әруақ оны нүктесін қойып бекітіп берді. Адам денесінде Алла Тағала әрбір терге Құранның аяттарын жазып береді екен. Ол аяттар тек қана періштемен әруаққа ғана көрінеді. Тылсымдықтарға көрінеді, және жынмен сайтанға, сырттағы жынмен сайтанға көрінеді екен. Біз ол Құранның арабша жазулармен өздеріңізді байқап жүрсіз ғой. Интернет қазір ғаламтор өте дамыған. Өте көп жерлерде шақалақтардың, кейбір адамдардың денесіне араб жазулар шығып жатады. Ол Құдай әдейілеп оны көрсетеді. Мен бармын, шектен шықпа, есіңді жи деген бұйрығы Құдайдың. Сол адамдар қазір не істеп кетті? Жалаңаштанған ол былай тұрсын. Ол аяттарды бүкіл шайтанда жынды, ол тағдыр болып та жазылады екен. Араб жазуымен тағдыр болып жазылады екен. Маңдайға жазылатын тағдырды білеміз. Ал ол қолға да
білекке де, аяқ санға да бүкіл жерге жазылады екен, терге. Қазір бүлдіріп жатырмыз, жастар, қазақтың жас қыздар, жігіттері денесіне тату деген нәрсені қояды. Татуировка деген нәрсені. Ол Құдайдың алдында өте үлкен қасірет, Құдайға қарсы келу, және Құдайдың жазылған нәрселерін бәрін өшіру. Орнына, Құдайдың жазуларының орнына шайтан мен жынның қарсы келген суреттерін салды. Бұны оларға түсіндірсең де түсінбейді. Біз баяғыда көретінбіз, ана шетелдің, Американың, Европаның түрмесінде жатқан еркектер ғана денесіне сондай татуировка салатын. Ол анық білінетін, ол Құдайға қарсы келген, өмірден екі өмірінде жоғын адамдарды есептейтінбіз. Ал қазір біздің сап-сау жүрген, ешқандай қылмысқа қатысы жоқ жігіттер мен қыздар денесіне сондай салған екен. Енді бұл өте аянышты. Тағы бір айтып кететін, ол кісі ара дүниеге өтті ма, Құдайдың алдына жете алмайды. Ол жынның, іблістің несі болады, қолы болады, солардың айтқанын істейтін болады. Себебі көзі көрінбейтін шынжырмен өзін мататып қойды. Бұл өте үлкен қасірет. Одан кейінгі ең соңғы әңгімеміз етек. Етек дегенде етті егу. Етті қалай егеміз? Мысалға, ағашты сіз тамырымен қопарып тастадыңыз, ол ағаш не істейді? Қурап қалады. Бізде етексіз жерден жонып алынып тастаған өсімдік сияқты болып қалады екенбіз. Өніп өспейді екенбіз. Етек арқылы ғана біз жерге жалған алады екенбіз. Әрі қарай өніп өсе алады екенбіз. Тағы бір біздің ата-бабамыздың, үлкен қариялардың батасы бар. Етегің балаға толсын дейді. Етегің балаға толсын. Қараңыз, шалбар киіп жүрген келіннің, кемпірдің етегіне қандай бала етексіз қалай ол толады? Етексіз әйелдің аяғының арасына. Ұят қой бұл. Етегі бар ма? Демек, етегімен баланы былай ұстап алады екен. Ары қарай немерелер өніп өседі екен. Немере, шөбере, немене ары қарай кете береді. Ал енді осымен киімдерге толық мәлімет берілді, және кимешек, екше, кимешек кимесек, мойнымызды жаппасақ, жылан оралады екен. Осында Баянсұлу апамыз отыр. Баянсұлу апа мен Абылайхан ата ағама Қарасай Батыр бабаға зияраттап келе жатқан кезде, мен барлық қыз-келіншектердің бәрінің суретке түсіріп жатқан кезде ішінен бір хикмет шыға қойды. Менде ылғи сондай хикмет шығады, Құдайға шүкір. Суреттерді ашып қарап отырсам, Баянсұлу апаның мойнына сап-сары бірдеңе оралып тұр. Жақсылап ашып қарасам, жылан кейпі. Сонда мойын ашық тұрған жүрген әйелдің тамағына жылан оралады екен. Ол дәу өседі екен. Және тамақ ауруы пайда болады. Және щитовидка деген жаңағы тамақ бұғып без өсеттің қандай ауру еді? Зоб деген ауруға ұрынады екен. Менде болды осылай. Ал мойынды кішкентай кезімізден жауып жүрсе, онда жылан оралмайды екен. Ұят ұшып кетеді ғой, мойнынан ұшады ұяттың. Денеміздегі біздің. Жылан оралады екен. Көзі көрінбейтін жылан, ол үлкен қасірет. Мойынды жапсақ қана ол жылан жойылады екен. Зоб деген ауру түбімен жойылады екен. Түсіндіңіз ба? Ал екше, кимешек дегенде ек сөздері қосылған. Ек дегенде ақыл егіледі. Ақыл егіледі дағыны, ол даналық пен данышпандыққа өсуіне деген. Тамырын жаяды. Басы ашық қатындардың ақыл айтып, мысалға, өшерге бір келіншек келсін, шашын жайып, сізге ақыл айтса, сіз тыңдайсыз ба? Тыңдамайсыз ешқашан. Оның сөзінде қуат жоқ, оның Құдайдың алдында дәрежесі жоқ олардың.
ол әйелдің. Екші кимешек киген, басында жаулығы бар әйелде ғана ақыл кіреді екен дағыны, ол даналыққа өседі екен. Дана болуды өте ауыр, ол өмірдің сынақтарынан өту керек, өте көп жағдайдан, өте көп тәжірибені өту керек, және оны өзгеге айта білу керек. Болашақта ондай аналар сіздерден өніп өседі, даналықта, данышпандықта. Мен оған кәміл сенемін. Енді әрі қарай Марван апамыз өзінің қолымен істеп шығарып жатқан өнімдері, мақсулаттары дейма, соның бәрін түсіндіріп айтып, қай ойы қандай нені білдіреді, мағынаны білдіреді, соны туралы айтып бізге әрекет жасайды. Ал тыңдаймыз.